Қашанда қоғамға қажет нәрсе ұлттық бірегейлік. Себебі мемлекеттің тұтастығы қоғамдағы ұлттың және зиялылардың азаматтық бірегейлігіне тәуелді. Ұлттық бірегейлік халықтың рухани деңгейінен шығады. Рухани деңгей арқылы көрініп, жүзеге асып отырады. Ұрпақтың рухани деңгейі ұлттық тәрбие, діни сауаттылық, тарих білімі, интеллектуалдық қызметі, мәдениеті, қабілеті, өнері, білімі, еңбекқорлығы негізінде көрінеді. Қазақ жерінде ислам діні 12 ғасырдан астам уақыт бойы уағыздалып келеді. Бірнеше ғасырлар бойы Орталық Азия аумағында діни негіздегі дау-дамайлар мүлдем болмаған. Бірақ бүгінде жат ағымдар исламды саясаттандыруға тырысып, діни фанатизм қазақстандық бірегейлікке жүк түсіруге ниетті. Ұлттық бірегейлік, қоғамдағы тұлғалық бірегейлік, ел мен жеке адам болмысына ұлттық сана арқылы келеді. Қоғамда ұлттық сана арқылы сақталады. Ал сана қашанда ел өмірінде тарихи білім негізінде қалыптасып, нығаяды. Ұлттық бірегейліктің негізін шайқауды мүддеткен жат діни ағымдағылар жас отандастарымыздың санасына ата-бабаларының жолы лас болған деп мәлімдеп, ұят сезімін ұялатуға әуес. Ұлт пен ұлыстың, жалпы бір тұтас елдің табиғи дамуының бірден-бір көзі рух екендігін адамзат әлдеқашан мойындаған. Қазақстан халқы рухы мен ізгілік сезімдері жоғары халық. Қазақтың тұлғаларының қалыптасуында оның бойындағы қабілетінің дамуына ықпал еткен елдің рухани тәжірибесі, құндылықтар ортаның үйретер өнегесі. Бақыт бағалай білгеннің басында тұрақтайды. Ең асыл қазынамыз бірлігімізді көздің қарашығындай сақтай білсек, барлық асулардан асатынымыз сөзсіз.